Ол иә деп айтады. Келседі. Ей, қайда басып барасың? Қызыма сөз салайын деп. Сөз салам дейсің бе? Айтшы бірдеңе деші. Өзіңе қарасайшы, қоянсың ғой. Қыздар сені ұнатады деп ойлайсың ба? Кіп кішкентай болып. Ей, козел болмаш. Оның қыздармен жүретін ойы бар екен. Ол менімен жүреді. Кеттік Әнуар. Сен шынымен жақсы бала сияқтысың ғой. Кеттік. Геракл смақ. Жан, кел, міне ғой, бас, ұстап тұрмын. Тыңда, мен қортық емеспін, түсінің ба? Ой, жаным сол. Мен не істей аламын, бір рет отырдым ғой. О, жарайды, менде бір керемет идея бар. Жан, саған ұнай ма? Әнуар, бәрі кет. Оу, сен кішкентай қораз кәмпит секілдісің. Ей, сен менің қызыма қарадың ба? Жоқ, бро, ол ғой маған қараған. Айтпақшы, мына сенің ұзын қызыңа өрмелегім кеп тұр. Ей, сен не дедің, а? Бері шықшы. Ал не істейсің? Қызың сені ұстап тұру үшін керек пе? Мүмкін мені де ұстар. Жібер мені. Бер кел деймін саған. Таптым. Енді сен тығыл. 1, 2, 10. Кім тығылмады ренжімесін. Ұсталдың ба, жаным? Ей, Несуас, не істедің? Сені қызым деп ойлап қалдым. Ей, сен әлі қоян емессің ба? Ей, тек мен ғана жігітімді олай етер аламын. Жігітің ба? Ол менің жігітім болғысы кеп тұрған сияқты ғой. Жоқ, ол олай емес. Қаштық, жан, тез кеттік мына жерден. Достар, 2020-да біз ендігәрі сендерге киноларды және бұдан да қызық әзілдерді аударатын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер.